Қолыңыздағы банк картасына анықтап қараңыз. Банк атауын және Visa немесе MasterCard деген жазуларды көресіз. Visa немесе MasterCard жазуларының банкпен ешбір байланысы жоқ. Ол қандай төлем жүйесіне қатысты екендігін білдіреді. Бүгінгі әңгімемізде осы төлем жүйесі туралы болмақ. Төлем жүйесі ақша аударуға арналған арнайы қызмет түрі. Бір жақтан екінші жаққа ақша аудару үшін төлем жүйесінің арнайы құралдары мен ережелері болады. Бүгінде әлемде кеңінен танымал бірнеше халықаралық төлем жүйелері бар. Олар MasterCard Worldwide, Visa International Service Association, China UnionPay және American Express. Төлем жүйесі сіздің банктегі қаржыңызды тиімді жұмсауға көмектеседі. Ақшаңызды компьютеріңізде сақтайтын мәлімет деп біліңіз. Сіз компьютердегі операциялық бағдарлама арқылы ақпаратыңызды пайдаланасыз. Төлем жүйесі де дәл осындай қызмет орындайды. Ол банктегі ақшаңызды жұмсауға көмектеседі. Картаны банк береді, ал оның қызметін төлем жүйелері орындайды. Біздің елімізде Visa және MasterCard жүйелері кеңінен танымал. MasterCard немесе MasterCard Worldwide әлемнің 22 мыңға жуық қаржы ұйымдарын біріктіретін арнайы төлем жүйесі. Штаб-пәтері Нью-Йоркте орналасқан. MasterCardты дүние жүзінің барлық дерлік банк орындары мен сауда нүктелері қабылдай береді. MasterCardтың Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum және MasterCard Virtual Card деген бірнеше түрлері бар. Visa, дәлірек айтқанда Visa International Service Association 200-ге жуық елдің қаржы ұйымдарын біріктіретін арнайы төлем жүйесі. MasterCardтың басты бәсекелесі. Visa-ның Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum және Visa Virtual атты бірнеше түрлері бар. Visa Electron және Maestro. Бұл карталар банк тарихы әлі қалыптаспаған немесе шектелген және карта пайдалануда тәжірибесі жоқ клиенттерге беріледі. Карта студенттер, табысы шектеулі және төлем картасын бірінші рет алған азаматтарға арналады. Visa Classic және MasterCard Standard. Бұл карта банк карталарын қолдануда тәжірибесі бар клиенттерге арналған. Табысы орташа деңгейдегі тұтынушылар арасында танымал. Visa Gold және MasterCard Gold. Әлем бойынша қабылдануы жөнінен алдыңғы қатардағы өнімдердің бірі. Карта арқылы сіз саяхат кезінде медициналық және заңгерлік қызметті төлеуге мүмкіндігіңіз бар. Карта ұрланған немесе жоғалған кезде арнайы клиентті қолдау көрсетіледі. Visa Platinum және MasterCard Platinum. Несиелік лимиті жоғары карталар. Оны пайдалануда тұтынушы бірнеше артықшылыққа ие болады. Карта жоғалған немесе ұрланған жағдайда кәсіби көмек көрсетіледі. Visa Virtual және MasterCard Virtual. Тек интернетте ғана қолдануға арналған виртуалды карта. Картаның өз номері және қызмет ету уақыты бар. Аталған картаны шынайы дүкенде қолдана алмайсыз. Ал екеуінің өзара айырмашылығы қандай? Visa төлем жүйесі үшін негізгі валюта америкалық доллар. Яғни валюта айырбастаған сәттегі кез келген операциялар тек доллар арқылы өтеді. Ал MasterCardтың негізгі валютасы еуро. Дегенмен де Европаға шыққанда сіздің MasterCardты, ал Америкада долларды пайдаланғаныңыз абзал. Қазақстандағы барлық сауда теңге арқылы жүргізілгендіктен біз үшін айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Еліміздегі екінші деңгейлі банктердің 11-інде Visa мен MasterCard төлем жүйелері қатар пайдаланады. Карталар төлем жүйесіне емес, банкке тиесілі. Қандай төлем жүйесін таңдайтындығыңызды тек банкке барып қана шеше аласыз және сол жерден ауыстыра аласыз. Осымен төлем жүйесі туралы шағын шолуымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.